Жатыр мойынның эрозиясы дегеніміз не? Оны күйдіру керек пе жоқ па? Қалай емдейміз? Не себептен пайда болады? Міне осы туралы бүгінгі видеода айтатын боламын. Сол себепті видеоны соңына дейін қараңыздар. Сәлем сұлу ханымдарым, сіздермен бірге акушер-гинеколог дәрігер Гүлімхан Мырзабекқызы. Менің каналымдағы жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, колокольчикті басып қойыңыздар. Ал видео ұнаса лайк басыңыздар, комментарий бөліміне өздеріңізді қызықтыратын сұрақтарды қалдырсаңыздар болады. Жатыр мойынның эрозиясы деген диагнозды көпшілігіміз естігеміз, бірақ оның не екенін, не себепті пайда болатынын біле бермейміз. Және де әр дәрігер оның емдеу жолдарын әртүрлі айтады. Міне бүгінгі видеода осының бәрін толық сіздерге түсіндіріп беремін. Эрозия дегеннің не екенін түсіну үшін біз алдымен әйелдің ішкі жыныс ағзалары неден тұрады, соны біліп алайық. Мінекей мына фотода көрсетілгендей, ол ең бірінші аналық без, жатыр түтігі, жатыр мойны және қынаптан тұрады. Эрозия осы жатыр мойнында орналасады. Мінекей екінші фотода жатыр мойнының шышты қабатының құрылымы көрсетілген. Енді біз осы фотоны талдайтын боламыз. Жалпы жатыр мойнының шышты қабаты екі түрлі эпителийден тұрады. Біріншісі ол көп қабатты эпителий, екіншісі цилиндрлі эпителий. Көп қабатты эпителий бұл аты айтып отырғандай бірнеше қабаттардан тұрады және жақсы қорғалған. Ол жатыр мойнының қынапқа қараған, яғни сыртқы бөлігін жауып жатады. Ал екінші эпителий ол цилиндрлі эпителий. Жатырдың өзегінде орналасады, яғни каналында. Ол көп қабатты эпителийге қарағанда нәзік, жұмсақ болып келеді және оңай зақымдалады. Сол себепті жыныс жолымен берілетін инфекциялар осы цилиндрлі эпителийді жиі зақымдайды. Енді осы жерде екі түрлі жағдай бар. Оның біріншісі эктопия, екіншісі эрозия. Осы екі ұғымды біз ажырата білуіміз керек. Міне мына фотода қалыпты көрінісі және де эктопия болған кездегі көрінісі көрсетілген. Яғни бұл гинеколог дәрігер айна арқылы қараған кезде міне суреті осындай болып көрінеді. Эктопия дегеніміз не? Жаңа сіздерге айтып өткенімдей, жатыр мойнының каналында орналасқан цилиндрлі эпителий мен көп қабатты эпителийдің арасында, яғни шекара болады. Осы шекараның төмен қарай жылжып, жатыр мойнының қынаптық бөлігіне қарай өтуі бұл эктопия деп аталады. Жатыр мойнының эктопиясы физиологиялық қалыпты жағдай. Бұл ешқандай емдеуді қажет етпейді. Көпшілік жағдайда 30 жасқа дейінгі жас қыз-келіншектерде кездесуі мүмкін. Негізгі себептері кейде ол туа пайда болған болады, кейде гормоналды бұзылыстардан немесе қынаптың микрофлорасының бұзылысынан болуы мүмкін. Екінші жағдай бұл шынайы эрозия. Мойнын жауып жататын эпителиалды клеткалардың бұзылысы немесе дефектісі деп те айтуға болады. Гинеколог дәрігерлер айна арқылы қараған кезде ол қызыл жатырдың мойнында қызыл дақ секілді көрініп тұрады. Және де инструментпен мысалы мазок алып жатқан кезде ол тез қанап кетеді немесе зақымдануға бейім болып келеді. Енді әйел адам қалай эрозияның бар жоқ екендігін өзі біле алады. Қандай симптомдары болуы мүмкін? Негізінен әйел адам ешқалай эрозия бар жоқ екендігін өзі анықтай алмайды. Бұны тек қана гинеколог дәрігер тексеру кезінде арнайы инструментпен, яғни жатыр айнасы арқылы ашып көрген кезде ғана көрінеді. Және де дәрігер одан ары нақты диагноз қою үшін қосымша зерттеу әдістеріне жіберіп, тексеру жүргізіп, міне солай диагноз қойылады. Кейбір жағдайларда қынаптан бөлінетін бөліністердің көбеюі, яғни қабыну процесіне байланысты. Және де кейбір жағдайларда көбінше жүкті әйелдерде болуы мүмкін аздаған қанды бөліністердің бөлінуі. Және осы эрозияның негізгі себептеріне ең бірінші ол гормоналды бұзылыстардан болуы мүмкін. Иммунитет төмендеген кезде, жыныс жолымен берілетін инфекциялар, қынаптың микрофлорасының бұзылысы кезінде және де папиллома вирусы кезінде бұл вирус адам ағзасында бірнеше жыл өмір сүріп, өзінен өзі шығып кетуі мүмкін. Немесе адам ағзасында керісінше саны көбейіп, осы жатыр мойнындағы клеткаларды зақымдап, патогенді клеткаларды көбейтіп, яғни жатыр мойнының рагына дейін әкелуі мүмкін. Және де босанудан кейін әртүрлі жарақаттар, мысалы разрыв дейміз ғой, содан кейін де осы эрозия пайда болуы мүмкін. Келесі сұрағымыз, біз осы жатыр мойнының эктопиясы ма немесе эрозиясы ма, осыны қалай анықтаймыз? Ең бірінші бұл гинекологиялық осмотр. Яғни дәрігер сізді гинекологиялық креслода
айнамен арнайы қараған кезінде ол эрозия бар ма жоқ па соны анықтайды. Бірақ ол жерде қандай клеткалардың өзгерісі, ол өзгерістер бар ма жоқ па оны нақты айту мүмкін емес. Бұны тек қана кольпоскопия әдісі арқылы анықтауға болады. Яғни кольпоскоп деген арнайы аппарат бар. Сол аппарат, яғни осы жердегі тіндердің бұзылысын, эпителийдің өзгерісін, яғни микроскоп арқылы бірнеше есе үлкейтіп, жақындатып көреді. Сол жерде егерде күрделі бір өзгерістер немесе тіндердің бұзылысы болып жататын болса, қосымша сол жерден аздаған тінді кесіп алып, биопсияға жолдама жібереді. Биопсия арқылы нақты диагнозды қоюға болады. Енді жатыр мойнының эрозиясын қалай емдейміз? Міне осы сұраққа келейік. Негізгі емі бұл хирургиялық ем. Яғни оған қосымша біз дәрілік заттар тағайындауымыз мүмкін. Қабынуға қарсы және де наптың микрофлорасын қалпына келтіру үшін. Хирургиялық әдістің негізі ол осы зақымдалған тінді күйдіру болып табылады. Хирургиялық әдістің әртүрлі түрлері бар. Яғни немен күйдіреді, соған байланысты аты аталады. Мысалы, диатермокоагуляция. Ол өте жоғары электр тоғы арқылы күйдіру. Одан бөлек радиоволнамен күйдіру, лазермен, немесе сұйық азотпен және де химиялық препараттармен күйдіруге болады. Әр әдістің өзінің артықшылығы бар және кемшілігі бар. Бұны өзіңіздің дәрігеріңізбен бірге нақты анықтап, арнайы жолдамамен, яғни емханада жасатуға болады. Күйдіргеннен кейін міндетті түрде ең алғашқы осмотр ол 1 айдан кейін, 3 айдан кейін, 6 айдан кейін және 1 жылдан кейін қайта келіп, кольпоскопия әдісінен өтіп, тексеріп бақылауда боласыз. Одан кейін ғана сізді есептен шығарады. Мінекей сұлу ханымдарым, мен бүгінгі видеода жатыр мойнының эрозиясы туралы барынша толық ақпарат беруге сіздерге тырыстым. Егер видео ұнаса, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар және каналға тіркеліп, колокольчикті басып қойыңыздар. Ал мен өздеріңізбен келесі шығарылымға дейін қоштасамын.